Қазақстанда бензин құны қалыпты, кей өңірлерде баға тіпті төмендеген. Мәселен, Батыс Қазақстан облысында АИ 92 бензині 122-125 теңгенің аралығында. Мемлекет жанармай бағасын реттемейді, тек дизельді отынның литрі 99 теңгеден аспауы тиіс. Бұл туралы Оралда жүрген энергетика министрі Владимир Школьник мәлімдеді. Оның айтуынша, еркін бағамен сату басталғалы елде бензин тапшылығы жойылған. Елімізде жылына 2,5 миллион тонна бензин өндірілсе, сұранысымыз 3,5 миллион тонна. Атырау, Павлодар, Шымкент мұнай өңдеу зауыттарында жаңғырту жұмыстары аяқталғаннан кейін жылына 5 миллион тоннадан астам бензин өндіретін боламыз. Сонымен мәселе 2018 жылы түбегейлі шешілуі тиіс деді министр. Мы будем производить 5,6 миллиона тонн бензинов. Осы жұмыстар аяқталған соң біз 5,6 миллион тонна бензин өндіреміз. Әрине ол еуро 4, еуро 5 стандарттарына сай болады. Мұнай өңдеу зауыттары жыл соңында жаңғыртылып бітеді және олар 2017 жылы біртіндеп іске қосылады. Президенттің тапсырмасы бойынша біз 2018 жылы ішкі нарықты толық қамтамасыз етіп, көрші елдерге дайын мұнай өнімдерін экспорттай бастаймыз.